Аман есенсіздер. Талдықорған биогумс группасы. Мен Беріктің мамасымын. Менің мынаның ішіндегі жұмыстарымның көбісі биомикспен суғарылғандар. Мынау гүлдерім деп айтайын да, мына яшікпен жауып қоям, ана гүлдеріме қатты күн түскен күні, күн ыстық болғанда көлеге деген түрім. Мыналар помидорлар биомикспен суғарамын деп масқара дәу болып кетті, байлауға шамам келмей қалды. Бірақ енді помидорлар жақсы күйде. Үлкен бүгін бастап жедік. Мінекей мынау гүлдеріміз тағы гүлдер. Мен гүлдерді жақсы көремін. Мынау енді біздің клюквамыз. Мынаны былай қисайтып түсірейін. Мыналар біздің клюкваларымыз. Үлкен ұлы екеуміз осы огородтамыз. Шал бір жерде күзетте. Мынау біздің клюквамыз. Мынау өзі өсіп тұрғанның үстіне биомиксті құямын деп, мына клюквам деген дардай дәуіп кетті. Үлкен көлемді жол жоқ. Бірақ жолы мынандай. Былай болып түседі ғой жолы, осындай расстоянияда 1 метр арасы. Бірақ мына жол жоқ болып кетті. Мына жерде бір жерде жол ашық қалыпты, клюквасы кішкене нашарлау болып. Мынандай болып қаз суғарылып жатыр. Мынау клюкваларымыз. Мынау жаңағы помидор, тағы перец, мында тоже қияр кішірек. Мынау құрып қалған қияр болған. Беріктің сатып отырған стақандағы қияры. Мен бұны дүзеп деппін ғой енді. Жаңа биомикспен суғарып дүзеп алдым. Енді қайты жап-жасыл болып шығып тұр. Ана бірінші көктемде еккен қиярым уже өліп жатыр, ауырып жатыр. Мынау былай клубника, мына жақта малина бар біраз. Мінекей капусталардың жапырағы деген масқара дәу болып кетті. Бұл биомикспен тоже суғарылған. Мына жақ қара малина, мынау бір малиналарымыз ауырып тұр. Қазір енді червякқа барайық. Енді червякқа барайық. Біздегі червягымыз әжептәуір болды. Үлкен ұлдың қызығушылығында шек жоқ, керемет. Клюкваларымыз, вишнямыз. Қазір мынадай шөптерді кептіріп, мына үлкен погребіміз. Шөптерді осында кептіреміз. Міне червяктарымыз біздің. Мынаған енді жібереміз деп қойдық. Ашып көрмедік ба? Ашаңдал ашайық. Мына жерде бір бурт дей ма не дейді, айтуын білмейміз енді біз. Мен білмей тұрмын. Мынау екіншісі, мынаны жаңадан жасаған енді. Мына яшіктермен қондырған. 10 күн болған жоқ ой? Болған жоқ, бір жеті болған шығар. Мына жерді жуды. Бүгін жуғаны. Үстінен құйып жуды дей ма не дейді? Үстінен құйып қара су аққаны. Мына нені жу керек еді? Биогумсқа шығатын қайсын ашайық біреусін. Андақ жаққа барайық па? Мейлі. Біреусін ашайық. Мына біздердің жұмысымыз. Біз сол группаға шықпай тыңдап қана отырдық қой. Осы жерін ашасышы. Мотор өшіп қала ма деп тұрмын. Қайсы? Барым ойбай, көп қана жүрек қалды ма? Жоқ қалды. Мына байғұстар. Көрініп тұрмыз, көрінбей ме? Бізге көрініп тұр енді. Мінекей болды. Арасын кішкене ашық қой көрген, ана ауа жіберіп. Мыналарға жаңадан қосылды. Сол біздің жұмысымыз. Секабай бер қарақ бай. Сәлем бердік бәріне.